Ертеде бір патша дүйім жұртқа жар салып, өзінің патшалық тағын босатып беретінін және де жар дегенде жалғыз қызына жігіт іздейтінін жеткізіпті. Бұны естіген әлемнің төрт бұрышындағы игі жақсылардың балалары ағылыпты. Жұрттың барлығы жиналғаннан кейін әлгі патша үш жұмбақ жасырам. Осы үш жұмбаққа мүдірмей жауап берген адам сөзсіз менің орныма патша болады және менің қызымның серігі болады. Егерде кімде-кім сұраққа жауап бере алмай қалса, оның басын алам, оны да ескеріп қойсын депті. Әлгі хабарды естігеннен кейін әлемнің төрт бұрышынан жиналған игі жақсылардың мен деген балалары өздерінің қара бастарының қамымен өз алдарына тарасып кете барыпты. Патшаның алдына баруға дәттері шыдамаса керек. Арада бір шама күндер өткеннен кейін айдалада қой бағып жүрген бір жігіттің құлағына да бұл хабар жетіпті. Әлгі жігіт хабарды естіген бойда жолға жиналып, күн жүріп, апталап, патшаның сарайының алдына келіп тоқтапты. Сол кезде әлгі қойшы жігіттің нұсқынына қарап, патша онша бір жақамай, басың аман сау тұрғанда айналайын, өз жайыңа жүре бер деседі. Сол кезде қыза сонша жерден келген екен, тыңдайық, болмаса басын аласыз депті. Патша да асықпастан сұрағын қойыпты. Дүниедегі шындық не депті. Сол кезде әлгі қойшы жігіт ойланбастан өлім емес па депті. Адамның барлығы жер бетіндегі өздерінің өлетінін біледі, ал бұдан асқан шындық бар ма депті. Екінші сұрағы дүниедегі өтірік не деген кезде әлгі қойшы жігіт тағы да саспастан дүниедегі шындық өлім болса, дүниедегі ең өтірік өмір емес па дейді. Кім өзінің жиған тергенін өзімен бірге алып кеткен дейсіз. Менікі дегеніңнің барлығы біреудікі боп қалатыны белгілі. Жақсы дегенің жаман боп, жаман дегенің жақсы боп қалмай ма дейді. Сол кезде әлгі патша таңданып, үшінші сұрағыма жауап берсең, сөзсіз менің орныма патша боласың, қызымның серігі боласың, деп үшінші сұрағын қойыпты. Дүниедегі ең биік не деген кезде әлгі жігіт, хан ием, дүниедегі ең биік мақсат емес пе дейді. Бұл өмірдегі әрбір жаратылыстың өзінің мақсаты бар, мақсатсыз ештеңе жаратылмайды деген екен. Сол кезде патша көзіне жас алып, айналайын, менің орныма патшалыққа сен лайықты адам екенсің. Қызыма қамқор, еліңе сүйеу бол айналайын деп батасын берген екен деседі. Қадірлі әлеумет, осы әңгімеден біздің аңғаратынымыз өмірде ханға бергісіз қараның бар екенін, өтпейтін өмірдің тозбайтын бұйымның болмайтынын, ендеше болмашы дүниеге бола жағаласып, жен жыртыспайық. Қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан шығып кеткен соң өкіндім-ай демекші, бар дүниені барында бағалап, бір-бірімізді қадірлеп, құрметтеп жүрейік. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.